Қайырлы таң, достар. Бүгін мен бір көрерменімнің сұрауы бойынша құлпынайды алғашқы жемістен соң қалай тазартатынымды көрсетемін. Мінекей, мына құлпынай алғашқы жемісін беріп болды. Мен енді мұны тағы да гүлдеуге дайындау керекпін. Ол үшін не істеймін? Мынау құлпынайымыз. Мынандай терілмей қалған жемістерін теріп аламыз. Мыналардың бәрін қазір тазартамын. Содан кейін мына жан жақтан бұның мұртша шығады. Сол мұртшаларын тазартамыз. Мінекей, достар, мен мұны қалған құтқан жидектерден тазарттым. Келесі қадамымыз мұртшалардан және мына шіріген жапырақтардан тазарту болады. Шіріген жапырақтарымыз мінекей. Бұлардың бізге ешқандай керек жоқ. Міне. Осылардың бәрін тазартып шығам қазір. Содан кейін мына мұртша. Бұл аналық құлпынай. Бұлардың аталық дегенде болады екен, жеміс бермейтін. Осы құлпынайдан бір мұртша, мінекей. Мынау екінші мұртша шығып жатыр. Мынау үшінші мұртша, төртінші мұртша. Көрдіңіздер ме? Төртінші мұртша. Мінекей, мына бесінші мұртша кеткен мына жаққа. Міне алтыншы мұртша. Осылай көптеген мұртшалар шығады. Ал енді, достар, осыны көбейткілеріңіз келсе, мына құлпынай биыл жақсы жеміс берді. Алғашқы кезеңде жақсы жеміс берді. Мен осыдан көбейтіп алуыма болады. Ал осындай көбейту мақсаты алдарыңызда тұрса, міндетті түрде жеміс берген құлпынайдан көбейтіңіздер. Құлпынай өздеріңіз көрдіңіздер, гүлдегеннен кейін жеміс береді, ол жемісін біз жеп қоямыз. Сондықтан құлпынайдың осындай мұртша арқылы көбейтетін ерекшелігі бар. Мінекей, мына құлпынайымыз былай келеді де, мына жерге қонып, осы жерден жапырақ шығады, и түбінен тамыр шығарады. Мінекей, осыдан көбейткілеріңіз келсе, бір-екі мұртша қалдырыңыздар. Екі мұртшадан артық қалдырмаңыздар. Тіпті барлық мұртшаларын жұлып тастауға болады. Мінекей, мынау екінші мұртшасы. Мінекей, былай келеді де. Бұл да солай, мінекей, мына жерге келіп тамыр шығарайын деп жатыр. Ары қарай бұл тамырдан ары қарай тағы да мұртша шығады да. Көрдіңіз бе? Мынаның өзінен үш құлпынай шыққалы тұр. Мінекей, мына жерден, мінекей, мына бір мұртшадан былай келеді де, мына жерден жапырақ шығады, мына жерден тамыр шығады. Мына жерден жапырақ шығады, тамыр шығады. Мына жерден де тура солай. Жапырақ шығып, тамыр шығады. Мінекей, соңғы нүктесімді тіпті ары қарай тағы кетіп бара жатыр. Көрдіңіздер ме? Мен әрине бұны жұлып тастаймын. Бұлай қолмен жұлсам да болады. Немесе қайшыменен бұлай байыпты түрде бұлай қиып жерсе де болады. Құлпынайды көбейту менің ойымда жоқ. Бірақ мынау мұртшаға, мінекей, достар, екінші мұртшасы, мынау үшінші мұртшасы, мінекей, келесі құлпынайға өтіп кеткен. Мінекей, достар, бұл да өз кезегінде тамыр шығарғалы тұр. Құлпынай осылай көбейеді. Бұны тиіспейсіздер. Тамырын шығарып, жерге орналасып алғаннан кейін, сіздер оны келесі көктемде немесе күзде сол жас құлпынайды алып басқа жерге отырғызсаңыздар болады. Енді қазір, достар, мен мыналардың бәрін қиып тастайын. Содан кейін сіздерге соңғы түрін көрсетемін. Мінекей, достар, мынау тазартылған құлпынай. Бұл жерден мен арам шөптерді алып тастадым, және шіріген шөптерін алып тастадым, ортасында тұрған жан жағында шіріп қалған шөптерін, және бұның мұртшаларын алып тастадым. Осымен, достар, сіздерге құлпынайды қалай тазартқанымды толық көрсеттім деп ойлаймын. Айнұрдың саяжайы арнасында құлпынай күтімі деген плейлист бар. Сол арқылы қосымша бейнелерді, оларды тазарту, зарарсыздандыру, дайындау деген сияқты қосымша бейнелерді көруді ұсынамын. Менімен бірге болғандарыңызға алғыс. Келесі кездескенше күн жақсы болсын, достар.